Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Лайк басып комментария жазып кеткен қыз келіншектерге, ер азаматтарға үлкен алғысымды айтамын. Мен бүгінгі раскладты осы келе жатқан бір аптаның ішінде қандай өзгерістер болады, соны қазір ашамын. Яғни кездесулер болады ма деген сұраққа. Бұл общий расклад. Егер де жеке аштырам десеңіздер, WhatsApp номерін жазып қалдырамын. Так, бұл жеке расклад. Бастайық. Осы келе жатқан аптада қандай өзгерістер болады, кездесу орын ала ма, жоқ па, қандай жаңалықтар болады, соны көрейік. Отшельник деген түсті. Маг, жезлы. Енді бұл жерде отшельник дегеніміз жалғыздықты сезіну. Маг деген карта түсті. Бұл жерде сізде кішкене мазасыздық деген сияқты болуы мүмкін. Яғни адамдарды, жаңағыдай былайша айтқанда, адамдардан сақтану. Яғни сізге бір көз тию деген сияқты, сондайдан сақтану деген алдын алу үшін сіз өзіңізге жаңағыдай өзіңіз ырымдап, болады ғой, бір түйрек қадап қою деген сияқты, сондайдан сақ болыңыз. Өйткені көз тию деген сияқтылар, сөз, көз деген сияқтылар бар ғой, сондайлар бар. Жезлы, яғни сіз бір адамды күтесіз. Ол адам кім? Королева кубков түсті. Бір адамды күтесіз, бірақ сіз бұл күткен адамыңызға құпиясыз. Яғни сақтануды көрейік. Влюбленные. Махаббат жағына келгенде картамыз теріс шықты. Бұл жерде кішкене уақыт өтіп суықтық деген сияқты. Махаббатқа келген суықтық деген сияқты болып тұр. Паж мечей, яғни жігіттің мінезі бар, өте қатты мінезі бар, сондай бір суық мінезі бар десем болады. Бұл жерде екі картамыз түсті. Біріншісін алып қояйық. Бұл жерде тек қана күту, ойыңыздың бәрі сол жігітті күту деген сияқты шығып жатыр. Енді жалғыздықты көрейік. Бұл жерде кішкене уайымыңыз бар. Король, яғни бір жігітті күтудесіз. Келеді ма, кездесу орын ала ма деген сияқты ой мазалайды сізді. Ары қарай көрейік. Мечей шықты. Рыцарь мечей. Яғни сізде де мінез бар. Жетеді мінезіңіз. Екеулеріңіз де мінездеріңіз, былайша айтқанда, бір жетісіп тұрған жоқ десем де болады. Өйткені екеулеріңіз де қылыш ұстап тұрсыздар. Екеулеріңіз мінездеріңіз бір-бірлеріңізге сәйкес келмеуі мүмкін. Сол себептен екеулеріңізде кішкене суықтық бар қарым-қатынаста. Яғни отношение бұл жерде күту қыз жақтан көбінесе. Картам түсіп кетті, мынаны орнына қояйын. Кубки. Кеп қалатын шығар деген сияқты күтуде боласыз негізі бір аптаның ішінде. Бұл жерде жігіттің сізге деген сезім бар ма? Көрейікші. Сізге сезім бар ма? Жігіттің сізге деген сезімі. Бұл картадан 3 карта ашам. Одан артық ашуға болмайды. Так, жігіттің сізге деген сезім бар ма? Бұл жерде тройка кубков түсті. Тройка кубков. Яғни кездесулер бар, әлі де бітпеген. Бір аптаның ішінде болмаса да, келесі аптада болып қалуы мүмкін. Өйткені жақын тұрда. Бір-бірлеріңізбен сырласып, тағы да бір қарым-қатынас жасасаңыз, барлығы жақсы болып кетеді. Өйткені сіздерде мінездеріңіз сондай бір қатты болса да, двойка жезлов шықты. Яғни қарым-қатынаста бірге общение, бірге сөйлесу деген сияқты бір-бірлеріңізге жақсы болып тұр. Яғни бұл кездесуде жақсылап бір сырларыңызды айтып, бір-бірлеріңізге деген жаңағыдай ыстық
сезімдеріңізді білдіруіңіз мүмкін. Сол себептен қарым-қатынас ары қарай өрбиді. Егер де бір-бірлеріңізге мінездеріңізді көрсетіп солай жүрсеңіздер, уже бұл қарым-қатынас алшақтауы мүмкін. Егер де сіздер бір-бірлеріңізге ештеңе жасырмай, солай ашық сөйлесу керек сіздерге. Сол себептен бір кездесу бар. Бұл аптаның келесі аптада болады ма? Бұл осы келе жатқан аптада болады ма бұл кездесу, көрейік. Жоқ. Келесі аптада кездесу жоқ. Келесі аптада кездесу жоқ. Уақыт деп тұр, кішкене кедергілер болып тұр. Екі ойлы. Кездесем ба, жоқ па деген сияқты болып тұр. Кездесу жоқ. Тек қана семейный, отбасы жағдай түсіп жатыр. Егер де жеке аштырам десеңіздер, мен WhatsApp номерімді жазып қалдырамын. Бұл общий расклад. Егер де сіздерге сәйкес келмесе, келесі видеоны күтіңіздер деп айтқым келеді. Келесі раскладты тағы да салатын боламын. Осындай түсіріп, егер де жеке аштырам десеңіздер, маған WhatsAppқа жазыңыздар, хабарласыңыздар, мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.